Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Ілияс Есенберлин көшпенділер трилогиясы. 4-ші тапсырма оқылым тапсырмасы. Мәтінді түсініп оқы, қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықта. Шыңғыс ханның өсиеті. Ел билеу. Бұл Мансапқор жанның ұлы тілегі. Әбілқайыр ханның ойына Шыңғыстың ел билеу жөнінде балаларына айтыптымыз деген қағидасы түсті. Ұлы хан жаулап алған жерін 4 ұлысқа бөліп, 4 баласына беріпті. Сол мәжілісте әкесінен өсиет естігісі келген үлкен ұлы жошы, ұлы мәртебелі, әлем әміршісі, хан қандай болу керек деп сұрапты. Шыңғыс, хан халқының көңілін табу үшін ақылды, мінезі күншуақты, ал халқы оның көңілін табу үшін тақымды болу керек деп жауап беріпті. Шыңғыстың екінші баласы Жағатай, ханды қайткенде халқы сыйлайды деп сұрапты. Шыңғыс хан, халқың сыйласын десең, тағыңнан түспе деп жауап беріпті. Шыңғыс ханның үшінші баласы Үгедей, хан қайткенде тағынан түспейді деп сұрапты. Шыңғыс хан, маңына өзінен ақылы төмен, бірақ құлқы өзіндей адамдарды жинай білсе, сол хан тағында ұзақ отырады деп жауап беріпті. Шыңғыстың 4-ші баласы Төле, қандай хан абыройлы болады деп сұрапты. Шыңғыс хан, ойынан шықпаған туған баласында бауыздай алатын хан әрқашанда абыройлы болады деп жауап береді. Шыңғыс ханның осы 4 ақылын алған 4 баласы өле-өлгенше абыройлы хан болып өтіпті мыс. Ілияс Есенберлин көшпенділер. Бағалау парағы. Мәтінді түсініп оқиды 1 ұпай. Қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтайды 2 ұпай. 5-ші тапсырма. Сұрақтарға ойланып жауап беріңдер. 1. Шыңғыс хан туралы не білесің? 2-ші сұрақ. Оның ұлдары туралы не білесің? 6-ші тапсырма. Шыңғыс ханның хан халқының көңілін табу үшін ақылды, мінезі күншуақты, ал халқы оның көңілін табу үшін тақымды болу керек деген пікірмен келісесің бе? Ойыңды дәйекте. Бағалау парағы. Сұрақтарға жауап береді 2 ұпай. Шыңғыс ханның хан халқының көңілін табу үшін ақылды, мінезі күншуақты, ал халқы оның көңілін табу үшін тақымды болу керек деген пікірмен келісіп, не келіспейтіндігін айтады 2 ұпай. Өзінің ойын дәлелдейді 3 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.